Құрметті студенттер мен оқытушылар, бүгінгі дәрісімізде біз термодинамиканың негізгі қағидаларын, оның ішінде термодинамикалық жүйелерді, термодинамиканың бірінші заңын, оның изопроцестерге қолданылуын, сондай қайтымды және қайтымсыз жылу процестерін егжей-тегжейлі қарастырамыз. Бұл тақырыптар физика мен инженерияның көптеген салаларында іргелі болып табылады және энергияның түрленуін түсіну үшін өте маңызды. Біз әрбір ұғымды жүйелі түрде талдап, олардың маңыздылығын ашамыз. Термодинамика бұл жылу құбылыстарын, энергия түрлерінің өзара түрленуін және олардың арасындағы тепе-теңдікті зерттейтін физиканың маңызды саласы. Бұл ғылым макроскопиялық шамаларға, яғни қысым, көлем, температура, ішкі энергия, энтропия сияқты параметрлерге негізделген. Термодинамика заңдары техникада, энергетикада, химияда, биологияда және ғарыш ғылымында кеңінен қолданылады. Оның басты мақсаты энергияның бір түрден екінші түрге айналу заңдылықтарын және жылу процестерінің бағытын анықтау. Бұл бізге қоршаған ортадағы энергия ағындарын түсінуге және басқаруға мүмкіндік береді. Термодинамикалық жүйе дегеніміз қоршаған ортадан шекара арқылы бөлінген және жылу немесе жұмыс арқылы өзара әрекеттесетін макроскопиялық денелер жиынтығы. Жүйелерді үш негізгі түрге бөлуге болады. Біріншісі оқшауланған жүйе, ол қоршаған орта мен жылуда, массада алмаспайды, мысалы, жабық термос. Екіншісі жабық жүйе, ол энергия алмаса алады, бірақ масса алмаспайды, мысалы, ыстық суы бар жабық ыдыс. Үшіншісі ашық жүйе, ол массамен де, энергиямен де алмасады, мысалы, жану қозғалтқышының цилиндрі. Бұл жіктеу термодинамикалық процестерді талдау үшін өте маңызды. Термодинамикада бірнеше негізгі шамалар бар, олар жүйенің күйін сипаттайды. Температура жүйенің жылулық күйін сипаттайды. Көлем жүйе алатын кеңістіктің мөлшері. Энтальпия және энтропия жылу процестерінің маңызды сипаттамалары, олар энергияның және ретсіздіктің өзгерістерін көрсетеді. Қысым бірлік ауданға әсер ететін күш. Ішкі энергия молекулалардың кинетикалық және потенциалдық энергияларының қосындысы. Бұл шамалардың әрқайсысы термодинамикалық процестерді түсінуде және есептеуде шешуші рөл атқарады. Термодинамиканың бірінші заңы бұл энергияның сақталу заңының жылу процестеріне қолданылуы. Ол жүйеге берілген жылу мөлшерінің оның ішкі энергиясының өзгеруіне және сыртқы ортаға қарсы атқарылған жұмысқа жұмсалатынын айтады. Бұл заң теңдеумен өрнектеледі. Мұндағы ішкі энергияның өзгеруі жүйеге берілген жылу, ал сыртқы ортаға қарсы атқарылған жұмыс. Бұл теңдеу жылу мөлшері ешқашан жоғалмайтынын, ол не ішкі энергияға, не жұмысқа жұмсалатынын көрсетеді. Термодинамиканың бірінші заңы жылуды түсінудің негізі болып табылады. Мысалы, бұл қозғалтқышында отын жанған кезде бөлінетін энергияның бір бөлігі жұмыс атқаруға жұмсалса, екінші бөлігі жүйенің ішкі энергиясын арттыруға кетеді. Осылайша жылу мөлшері әрқашан екі бөлікке бөлінеді. Бұл заң қайтымсыз және қайтымды процестердің екеуіне де қолданылады. Бұл оның әмбебаптығын көрсетеді. Ол энергияның бір түрден екінші түрге қалай айналатынын және оның сақталу принципін қалай ұстанатынын нақты түсіндіреді. Изопроцестер бұл термодинамикалық процестер, оларда белгілі бір параметр тұрақты болып қалады. Бұл процестерді зерттеу жүйенің күйін өзгерту кезіндегі энергия алмасуды түсіну үшін өте маңызды. Төрт негізгі изопроцесс бар. Изотермиялық процесс, температура тұрақты, конст, изобаралық процесс, қысым тұрақты, конст, изохоралық процесс, көлем тұрақты, конст, және адиабаталық процесс, жылу алмасу жоқ, нөл. Әрбір процесс өзінің ерекшеліктерімен және қолданылу аясымен сипатталады. Изотермиялық процесс кезінде жүйенің температурасы өзгеріссіз қалады, яғни ішкі энергия тұрақты болады. Бұл жағдайда жүйеге берілген жылу толығымен жұмысқа айналады. Сондықтан бұл процесті Бойль заңы сипаттайды. Конст, мұндағы қысым, көлем. Жылу мөлшері атқарылған жұмысқа тең болады және оны Ньютон 2:1 формуласымен есептеуге болады. Мұндағы зат мөлшері әмбебап газ тұрақтысы, температура 1 және 2 бастапқы және соңғы көлемдер.
изохоралық процесс кезінде жүйенің көлемі тұрақты болып қалады. Көлем өзгермегендіктен сыртқы ортаға қарсы ешқандай жұмыс атқарылмайды, яғни нөл. Бұл жағдайда термодинамиканың бірінші заңы К түрінде жазылады. Бұл жүйеге берілген барлық жылу оның ішкі энергиясының өзгеруіне жұмсалатынын білдіреді. Бұл процесті Гей-Люсак заңы сипаттайды. Конст, мұндағы қысым, температура. Бұл заң тұрақты көлемдегі газдың қысымы оның температурасына тура пропорционал екенін көрсетеді. Изобаралық процесс кезінде жүйенің қысымы тұрақты болып қалады. Бұл жағдайда жүйеге берілген жылу ішкі энергияның өзгеруіне және сыртқы ортаға қарсы атқарылған жұмысқа жұмсалады, яғни Q атқарылған жұмыс формуласымен анықталады. Мұндағы тұрақты қысым, көлемнің өзгеруі. Бұл процесті Шарль заңы сипаттайды. Конст, мұндағы көлем, температура. Бұл заң тұрақты қысымдағы газдың көлемі оның температурасына тура пропорционал екенін көрсетеді. Адиабаталық процесс бұл жүйе мен қоршаған орта арасында жылу алмасу болмайтын процесс, яғни нөл. Бұл жағдайда термодинамиканың бірінші заңы түрінде жазылады. Бұл ішкі энергияның өзгеру атқарылған жұмысқа тең, бірақ қарама-қарсы таңбамен екенін білдіреді. Яғни жүйе жұмыс атқарса, оның ішкі энергиясы азаяды, ал жүйеге жұмыс жасалса, ішкі энергиясы артады. Бұл процесті Пуассон теңдеуімен өрнектеледі. Конст, мұндағы адиабаталық көрсеткіш. Қайтымды процестер бұл тек теориялық тұрғыдан ғана мүмкін болатын, әрбір аралық күйі тепе-теңдікте болатын процестер. Бұл процестер өте баяу жүреді, сондықтан энергия жоғалту болмайды. Мысалы, газдың өте баяу изотермиялық ұлғаюы немесе сығылуы қайтымды процесс болып саналады. Шындығында, табиғатта мұндай процестер толықтай жүзеге аспайды, бірақ олар термодинамикалық модельдерді құру және идеалды жағдайларды талдау үшін маңызды. Олар жүйенің бастапқы күйіне ешқандай өзгеріссіз оралу мүмкіндігін білдіреді. Табиғаттағы барлық процестер қайтымсыз болып табылады. Бұл процестер кезінде энергия әрқашан жылу түрінде жоғалады және жүйе бастапқы күйіне толықтай орала алмайды. Қайтымсыз процестерге үйкеліс, тұтқырлық, жылу өткізгіштік және газдардың ұлғаюы сияқты құбылыстар жатады. Қайтымсыз процестердің басты белгісі энтропияның артуы. Энтропия жүйенің ретсіздік дәрежесін сипаттайтын шама, және ол әрқашан артады. Бұл энергияның пайдалы жұмысқа айналу қабілетінің төмендеуін көрсетеді. Бүгінгі дәрісімізде біз термодинамиканың негізгі ұғымдарын, оның ішінде термодинамикалық жүйелерді, термодинамиканың бірінші заңын және оның изопроцестерге қолданылуын қарастырдық. Сондай-ақ қайтымды және қайтымсыз жылу процестерінің айырмашылықтарын талдадық. Термодинамика энергияның сақталуы мен түрленуін түсіну үшін іргелі ғылым. Бұл принциптер қазіргі заманғы технологиялар мен энергетикалық дамуда шешуші рөл атқарады. Осы білімді меңгеру инженерлік және ғылыми мәселелерді шешуде сіздерге үлкен көмек болады деп сенеміз. Назарларыңызға рахмет. Егер сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар.